Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен ерекше дәмді пирогтың рецептімен бөліскім келіп тұр. Бұл пирогтың ерекшелігі үйіңіздегі бар затпен дайындай берсеңіз болады. Және де ең бірінші жасағанда сіздің көңіліңізден шығатынына 100% кепілдік бере аламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажет заттар: жұмыртқа, қант, сұйық май және де ұн мен сода. Ең бірінші жұмыртқамызды жақсылап көпіртіп аламыз. Одан кейін қантымызды 2-3 бөлікке салып, жақсылап тағы да араластырып аласыздар. Жұмыртқалы массамыз 2-3 есеге көтерілгенше араластырасыздар. Үстінен сұйық майымызды құямыз. Ендігі кезекте ұнымыз бен содамызды електен өткізіп саласыздар. Оның барлығын бірден салуға болмайды. 2-3 бөлікке бөліп електен өткізіп саласыздар. Барлығын жақсылап араластырып болған соң осындай қою масса шығу қажет. Ендігі кезекте формамызға құямыз. Форманың диаметрі маңызды емес. Формамызға жақсылап құйып аласыздар. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Пирогымыздың піскенін ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп аласыздар. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып менің каналыма тіркеліңіздер. Алдағы уақытта оңай жеңіл рецепттер салатын боламын. Баршаңызға ас болсын.